Your eyes, you'll be here soon. 1、2、3、4、5分時々本当に熱帯でもこのワードできない Қайырлы күн, менің есімім Бигелді Темірлан. Сіздер қазір менің видеомдасыздар. Сіздер қазір осы жерге дейін монтажды көріп, примерно менің күнім қалай өткендігін соны көрген шығарсыздар. Жалпы осы видеода мен сіздерге былай отчет бергім келіп отыр, екіншіден өзіме де былай бір отчет бергім келіп отыр. Осылайша осы уақытқа дейін істеген іс-әрекеттерімді бекітпекшімін. Енді бірінші, осы уақытқа дейін мен не істедім? Мен осы уақытқа дейін сабағымды реттедім. Өйткені мен олимпиадаға барып келгеннен кейін сабағым кішкене ойнап қалғандығын, сондықтан универдегі сабақтарымды реттедім, отработка жасап болдым. Бір рубежный контроль барлығын жаптым, но осы дүйсенбі күні уже менде тағы да рубежный контроль бар. Сондықтан ол рубежный контрольға да қазір дайындалуым керекпін. Одан бөлек мен USMLE дайындығымды әлі нақты бастаған жоқпын. Бірақ та USMLE материалдарын қазіргі таңда өзімнің оқуымда қолданып жүрмін. Яғни first aid, мнемоникалардың барлығын примерно патология сабақтарында, фармакология сабақтарында уже қолданып бастап жатырмын. First aid'тің кітабы сол қысқаша оқығанға ыңғайлы. Және сіздерге тағы да бір айта кететінім, мен алдыңғы видеода кішкене қателіктер жіберген сияқтымын. USMLE бойынша. USMLE жалпы 3 этаптан тұрады екен. Оның бірінші және екінші этаптары теория түрінде болады, ал үшінші этабы болатын болса Америкаға барып өтілетін практикалық не болып табылады. Яғни USMLE жалпы ерекшелігі осында, және USMLE бірінші этапының өзіне де миллионның төңірегі кетеді деді маған ақпараттар бойынша алғаным. Және де USMLE тапсырып Америкада жұмыс істейтін болсаң, Америкада именно сен резидентураға түскенде ақша төлеп оқымайды екенсің ол жақта. Сен ол жақта резидент болып жұмыс істеп ақша табады екенсің. И плюс еще оқып жүреді екенсің. Сондықтан Америкаға баруыма мен тағы да бір дополнительно мотивация қосылды деп айтуымызға болады. Жалпы осындай. Алдағы Наурыз мейрамын өткіздім. Және де басқа да іс-әрекеттер жасадым. Жалпы уақытымды құр босқа өткізбедім деп айтуыма болады. Хирургиялық ұйымда әрине менің қазір істеп жатқан істерім қатты. Мен хирургиялық ұйымдамын еще. Ол хирургия Алма-Матер деген. Бірақ ол ұйымда қазір істеп тындырып жатқан тірліктерім де аздау. Мысалға мен бүгін экзамен сияқтыға барып келдім. Енді оқымағаннан кейін особо қатты слабылаумын енді. Но алдағы уақытта оны да түзеп аламын деген ойдамын. Енді алға қойған пландарым көп. Жалпы бұл видео осындай бір қысқаша форматта отчет беру мақсатында и плюс еще барлығын бекіту мақсатына түсірілді. Егер видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпайық. Бұндай видеолар ары кетсе бір ай, 2 ай сайын шығып отыратын болады. Видеоларды тастамай қарап отырайық. Менімен бірге хирургия жолын бағындыруға тырысайық. Сіздермен болған мен Темірлан. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.